Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары. Видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жаңалық Садыридин Ахмедов ертеңгі жекпе-жегі жайлы болады. Садыридин Ахмедов кәсіпқой боксы Қазақстанның үмітті өкілдерінің бірі. Ол 2025 жылы 19 сәуірде ақштың Камерис қаласында мексикалық боксшы Элиас Эспадеспен 23 жеңіс, 6 жеңіліс, 16 нокаут бар жекпе-жекпен өткізеді. Ахмедовтың кәсіпқой мансабы жекпе-жек саны 15, жеңістері 15, оның ішінде 13 нокаутпен. Жеңілістері 0, жасы 27, салмақ дәрежесі 69, лақап аты. Туған жері Астана, Қазақстан, қазіргі тұратын жері Санта-Монику, Калифорния. Ахмедовтың соңғы жекпе-жегі 2024 жылғы 13 желтоқсанда өтті. Онда ол қарсыласын нокаутпен жеңіп, жеңіс сериясын жалғастыруда. Алдағы жекпе-жек 2025 жылғы 19 сәуірде өтеді. Ахмедовтың жекпе-жектер туралы соңғы жаңалықтар мен ақпараттарды біздің арнада көрсеңіздер болады. Садыридин Ахмедов пен Элиас Эспадес арасындағы жекпе-жектер фаворит ретінде Садыридин Ахмедов қарастырылады. Топ-леджинг қауымдастығының болжамдары бойынша дауыс бергендердің 97% Ахмедов жеңеді деп есептеледі. Ал Эспадеске тек 3 дауыс берілген. Негізгі себептері: жеңілмеген рекорд. Ахмедовтың кәсіпқой бокс рекорды 15 жеңіс, 0 жеңіліс, оның ішінде 13 нокаутпен. Ал Эспадес рекорды 23 жеңіс, 6 жеңіліс, 16 нокаутпен. Жасы мен қарқыны: Ахмедов 27 жаста, ал Эспадес 34 жаста. Сонымен қатар Эспадес соңғы 5 жылда небәрі 3 жекпе-жек өткізген. Бұл оның белсенділік төмен екенін көрсетеді. Нокаут көрсеткіші: Ахмедов нокаутпен жеңу пайызы 87%, ал Эспадеске 70%. Жекпе-жек 2025 жылғы 19 сәуірде ақштың Камерис қаласында Камерис казино аренасында өтеді. UFC Fight Pass платформасында көрсетіледі. Ахмедовке сәттілік тілейміз. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.